Саламатсыздар ма? Каналыма хош келдіңіз. Мен бүгін баклажаннан қыстық салат дайындап көрсететін боламын. Менімен бірге болыңдар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Өте тамаша қыстық салат, қыздар. Бұл үшін бізге керекті заттар: баклажан, помидор, сәбіз, укроп, болгарский, қызыл острый перец, пияз, сарымсақ. Дәл осылай қылып болгарскийларымыз турап аламыз. Майдалап, кубиктап турап аламыз. Қызылын қоссаңыз да болады. Мен тек жасылынан алдым. Болгарскийдің дәл осылай турадым. Әркім қалауынша цветін ауыстырса болады. Енді баклажанымыз тураймыз. Бұны да майдалап, кубиктап турап аламыз, қыздар. Өте тамаша салат, қыздар. Маған тіркелуді ұмытпаңдар. Менің каналымда түрлі салаттардың түрі бар. Қыстық, соленый, жабу барлығы бар. Менің каналыма өтіп қарасаңыздар болады. Баклажанымызға тұзды сеуіп, су құйып қойып қоямыз, қыздар, баклажанның ашуын алу үшін. Біз барлығын турап болғанша бұның ашуы шығады. Енді сәбізімізді осылай теркадан өтірдім. Әркім өзінің бар теркасымен өтірсе болады. Соломка қылып турасаңыз да болады. Менің теркам осылай болғасын, осындайдан өтірдім. Дәл осылай барлығын осылай өтіріп шықтым. Тамаша болып шықты. Теркадан өтірген жақсы, негізі бір қалыпта тұрады. Енді жуамызбен сарымсағымызды осылай турап қойдым. Помидорымызды ет тартқыштан өтіреміз. Дәл осылай ет тартқыштың көлеміне қарай турап алып, барлығын осылай өтіріп аламыз, қыздар. Соқты болады осылай өтірсек. Қызыл острый перецімізді де осылай өтір жібереміз. Бұның енді сарымсағымызды, жуамызды жақсылап қуырып аламыз. Жарты литр май құйып, пиязымызды салып, жақсылап қызартып қуырамыз. Барлығын турап дайындап алдық, енді қуыруға өте береміз. Дәл осылай қылып, сап-сары қылып қуырамыз, қыздар. Оның үстіне чесногымызды салып, оны да жақсылап қуырамыз. Не үшін қуырып жатыр десеңдер, майға дәмі сіңіп, дәмі күшті болады. Қыстық салатымыздың өте тамаша болып қуырылып тұр. Енді үстіне кішкене болгарский салып, жақсылап қуырып аламыз да, кейіннен ыдысымды ауыстырам, қыздар. Барлығы бұл ыдысқа сыймайғандықтан үлкен ыдысқа құйып, осылай қылып ыдысын ауыстыратын боламын. Енді осының үстіне қалған болгарскийіміз салып, жақсылап бұларды қуырмалайтын боламыз кең ыдыста. Өте тамаша болып қуырылып жатыр, қыздар. Қыстық салатымыз. Болгарскийіміз қуырылып болды. Өте тамаша түс беріп тұр, қыздар, көрініп тұр. Енді сәбізін саламыз. Сәбізі де жақсылап қуырмалап алып, осылай қылып, сәбізі жақсылап қуырмаланып, неғылғанша біз баклажанымызды судан шығарып, дайындап қоямыз. Қазір помидордан кейін баклажанды саламыз. Сәбізіміз пісіп шамалап қалды. 20 минут қуырмаладық. Енді помидорымызды құйып, жақсылап араластырып, қайнататын боламыз, қыздар. Дәл осылай араластырып жіберіңдер. Помидордың ішіне салған салмалардың барлығын описаниеде қалдырам жазып. Сол описаниеге өтіп, барлық мөлшерін көрсеңіз болады, қыздар. Помидорымызды құйғаннан кейін 40 минуттай жақсылап қайнатамыз. Кемінде 30 минут қайнатамыз, тұз салып.
Мен 3 ас қасық салдым, тұзына қарай сала бересіңіз, мөлшеріне қарай. Дәмін көріп, қыздар. Мен 3 қасық салдым, қазірше тұзын көріп, кем болса сала береміз. Енді бетін жауып, 30 минут кішкене қоя тұрамыз қайнағаннан кейін. Дәл осылай жауып қоямыз, қыздар. Қайнап болғаннан кейін міне өте тамаша болып қайнады. Енді баклажанын салып, араластырмай бетіне бұқтырып қоямыз. Міне дәл осылай баклажанымызды салып, араластырмаймыз, қыздар. Міне өте тамаша 40 минутқа қайнатып алдым тағы да. Енді баклажанымыз пісіп қалды. Араластырып, укроптарын сеуіп, ішіне укробын салғасында жақсылап бір бұлғаймыз. Енді банкілерге құйып жабатын боламыз. Кішкене араластырып жіберіп, банкілерді, қақпақтарымызды стерилизовать етеміз, қыздар. Міне салатымыз тамаша болып шықты. Енді қақпағымыз бен банкымызды қайнатып, шетінен баса береміз. Мен осылай қойып, бір банкілеп қайнатып, бастыра берем құйып, қыздар. Әр банкыны 5 минут парлап алам. Осылай құйып, қайната берем. Жаба берем, қыздар. Тұзы да татымды, қыздар, дәмі де күшті болған. Менімен жасап көріңдер. Маған тіркелуді ұмытпаңдар, қыздар. Міне бірінші банкымызды жауып жатырмыз. Міне түсі де әдемі салат болып шықты. Өзі де күшті болып шықты. Екінші банкымызды жабамыз. Дәл осылай барлық банкымызды осылайша жаба береміз. Банкыларды біреулер духовкаға парить етеді. Қайтып парить етсеңіз де, әркім өз қалауынша, қыздар. Міне екінші банкымыз. Міне осылай барлығын жауып аламыз, қыздар. Міне мен барлығын жаптым. 10 банкі 1 литрлық, 2 литрлық 1 банк шықты, қыздар. Ас болсын, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар, қыздар.